Бәріне сәлем достар, бүгін мен сіздерге өте дәмді донерді үй жағдайында жасауды көрсететін боламын. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Мен донерді жылқының етінен жасадым. Бұрындары тек сиырдың және тауықтың етінен жасайтынмын. Бұл жолы жылқының етімен көрейін деп дайындап көрдім, бірақ өте дәмді, күшті шықты. Ең алдымен фриді дайындаудан бастадым. Видеодағыдай етіп турап алып, суға салып қойдым. Ендігі кезекте капустаны жіңішке етіп турап, тұздап, бөлек ыдысқа алып қойдым. Негізі капуста міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Міндетті түрде капустаны тұздағаннан кейін жақсылап тұзын сіңдіріп, араластырып алыңыздар. Мен жылқының етін 1 сағат алдын маринадтап қойғам. Оған мариновкасын төменде описанияға жазып кететін боламын. Дәл видеодағыдай етіп, жіңішке етіп турасаңыздар болады. Тез піседі. Менде мариновкасы жақсы сіңген. Еще фригім пісіп болам дегенше уже менің етім дайын болды. Етті баяу отқа қойып қоямыз, арада қозғап араластырып тұрамыз. Фриді судан шығарып, қызып тұрған майға салып пісіріп аламыз. Арада осылай фриді араластырып тұрамыз. Піскен кезінде дәл осылай қызыл қоңыр түске енген кезде ала бересіздер. Ендігі кезекте бір үлкен осындай огурцыйды жіңішке етіп, дәл видеодағыдай турап алсаңыздар болады. Осылай дайын лавашты алып, арасына майонез бен кетчупты араластырдым. Негізінен үйде лимон болған жағдайда лимон мен чеснок қосып араластырсаңыздар өте күшті дәм береді. Осылай лавашқа жағып алдым. Одан кейін огурцыйды салдым. Оның үстіне кішірек тұз сеуіп жібердім. Өйткені ешқайсына тұз салмадым. Фриға піскен кезінде тұз салғам, оның тұзы бар. Фри салдым, оның үстінен етті саламыз. Ет сондай дәмді болған, менің балаларым уже жағаласып жеп тұр қасымда. Оның үстінен жаңағы капустаны салып, үстінен салманы салып, майонез бен кетчупты соны салып, видеодағыдай орап аламыз. Дәл осылай жақсылап қысып ораймыз. Екінші донерді де дәл осы реттілікпен жасап, қызып тұрған пешке салып, дәл осылай қызыл түске енгенше пісіріп аламыз. Осымен біздің донеріміз дайын. Өте дәмді болып шығады, сырты қышырлап тұрады. Үй жағдайында жасап көруге оңай. Үйде күнделікті тамақтан бөлек осындай фастфуд жегің келген кезде сырттан алып жүргенше өзің қолдан осылай дәмді етіп жасауға болады. Сіздерге видео ұнады деген сенімдемін. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып, өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Менің қызым мен балама қатты ұнады. Сіздер де балаларыңызға дайындап қуантыңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет, сау болыңыздар.